Осы жылдың 28 сәуірінде Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан Халқы Ассамблеясының 29 сессиясына қатысу мәртебесі дейміз бе, сәті бақыты бұйырды. Өте қуаныштымын. Өйткені ол өте бір сондай тарихи сессия болды. Себебі елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы осы Қазақстан Халқы Ассамблеясының төрағалығын, міндетін, құзыретін қазіргі ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа берді, құзыретті. Өте бір сондай тарихи сәттің куәсі болдым. Өте қуаныштымын, қатты әсер алдым. Жаңағы көптеген этнос, ұлыс өкілдерімен таныстым, достастық, кәдімгі бір үйдің баласындай бір-бірімізбен тіл табысып, жақсы дос болып кеттік аз ғана уақыттың арасында. Және де осы сессияда менің үлкен межелі мақсатым осы 30 жылда біздің Қазақстанға келген барша қандас бауырлардың жеткен жетістігі, олардың осы елдегі жақсы тұрмысы жайлы баяндап, сол кісілердің атынан елбасыға өзімнің алғысымды айттым. Мен үшін өте өмірімдегі ең бір жарқын сәттердің бірі болып қалады деп ойлаймын. Өйткені енді кез келген адамға елбасының алдында, ел президентінің алдында сөйлеу бұйыра бермеді ғой. Маған сондай үлкен бақытты сәт бұйырды. Өте қуаныштымын, өте қатты әсер алдым. Және де ол жерде расында біздің Қазақстан Халқы Ассамблеясының үлкен бір жаңағы ұлыстар арасында, этностар арасындағы үлкен татулықтың құрылымы, татулықтың өзегі, тату береке бірліктің жаңағы негізгі құралы екеніне мен өзім көзім жетті. Өйткені біз жаңағы менімен қатар сөйлеген спикерлер, жаңағы күрд бар, дүнгені бар, ұйғыры бар, өзбегі бар, жаңа басқа да ұлыс өкілдері бар. Кәдімгі олардың барлығының ниеті, пейілі тек қана бірлік, тек қана татулық, тек қана осы тәуелсіздіктің жаңағы тұғырлы болу жолындағы өздерінің мақсат межелері бар екенін анық көрсетті. Сондықтан өте қуаныштымын. Өте жақсы әсер алып қайттым. Және де осы сәтті пайдалана келе Қазақстан халқы бірлік күнімен құттықтаймын. Осы бірлігіміз бекем болсын, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Ел ішіндегі түрлі этнос ұлыс өкілдерінің арасындағы жаңағы татулық, ынтымақ ұлғая берсін, нығая берсін. Мереке құтты болсын.